Қайырлы күн, менің есімім Назерке, мен сана орталығының негізін қалаушыларының бірімін. Алдыңғы видеода SMM курстың спикері, SMM маманы, Сұлушаш ханым сіздерге Instagram кәсіпкерлерге не үшін қажет екенін атап өтсе, бүгінгі видеода мен сіздерге Instagramның дәл сіз үшін не үшін қажет болуы мүмкін, соған тоқталғым келіп отыр. Әрине, Instagramға тіркеліп, өзіңіздің аккаунтыңызды ашқаннан кейін, оның бір белгілі бір мақсаты болу керек, иә? Оның себебі болу керек. Мүмкін сіз тек қана өзіңіздің достарыңызға, жақын адамдарыңызға, туыстарыңызға жазылып, олардың өмірінде қандай өзгерістері бар, қал жағдай қалай, аман ба, яғни осының барлығын біліп, көріп отыру үшін тіркелдіңіз. Яғни қарап отырсаңыздар, сіз көбірек пассивті қолданушылардың қатарына жатасыз. Дегенмен, қазіргі мына ақпараттық заманда техниканың даму үстінде сіз әлеуметтік желінің артықшылықтарыңыз білгеніңіз абзал деп ойлаймын. Ең алдымен қандай артықшылығы болуы мүмкін? Инстаграмды өзіңізге пассивті қолданушыдан активті қолданушыға өтетін болсаңыз, сіз әрине ең алдымен өзіңіздің жеке брендіңізді құрасыз. Әрине жеке бренд деген кезде ол барлығы қазір түсіне бермейді, енді мен әнші боламын керек па, немесе жаңағы әйгілі кәсіпкер болам ба деген секілді, ол қазіргі таңда міндетті түрде белгілі бір саланы атып, ең алдыңғы қатарда тұрудың қажеті жоқ. Ең басты сіз немен айналысып жүрсіз? Сіз қай істің маманысыз, сол туралы көбірек ақпарат бергеніңіз жөн. Мысалы, алатын болсақ, енді шыны керек өміріңізде ондай жағдай орын алмасын дегенмен де болашақта бізді не күтіп тұрғанын білмейміз, иә? Мүмкін сүйікті жұмысымыз, ұнайтын компанияда жұмыс істеп жатқан компания банкротқа ұшырауы мүмкін. Немесе мүмкін кейбір мамандықтар мүлдем актуалдылығын жоғалтып алуы мүмкін. Сол кезде сіз өзіңіздің маман екеніңізді, немесе белгілі бір істің шебері екеніңізді өзіңіздің Instagram парақшаңызды жүргізу арқылы дәлелдей аласыз. Айта кететін жайт, дамыған мемлекеттерде қазір жұмысқа резюме бойынша емес, түйіндеме деп айтып жатамыз ғой. Ол бойынша емес, көбінесе жұмысқа кірер кезде ең алдымен Facebook аккаунтын, Instagram аккаунтын сұрайды екен. Себебі мына түйіндемедегі шаблонды қолымнан барлығы келеді, тез үйреніп кетемін, компьютерді жақсы білемін деген секілді шаблонды сөз тіркестерге қарағанда, адамның әлеуметтік желіде неге қызығады, кімдермен бірге жүреді, қандай ортада өсіп жатыр, соны әлеуметтік желі жақсырақ көрсетеді екен. Сол себепті де қазір жұмысқа әлеуметтік желі парақшасына қарап алу бұл қарқынды дамуда. Сол себепті сіз өзіңіздің маман шебер екеніңізді парақшаңызды жүргізу арқылы дәлелдеп бәсекеге қабілетті бола аласыз. Екінші нұсқа, сіз өзіңіздің жеке парақшаңызды жүргізу арқылы жеке бренд маман атанып қана қоймай, сонымен қатар белгілі бір саланы алып, сол саладағы пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын болсаңыз, сіз өзіңіздің аудиторияңызды жинайсыз. Яғни кейін мүмкін сіз кәсіп ашып кетесіз, және сол кәсіпті ашқаннан кейін кәсібіңіздің тауарларын, немесе сіз өзіңіздің сол салада білімді маман екен дәлелдегеннен кейін сіздің алдын ала тауарыңызды сатып алатын аудиторияны дайындайсыз, иә? Яғни қарап отырсаңыз, бұл жеке брендті, яғни жеке парақшаңызды жүргізу арқылы сіз кәдімгідей бір кәсіп ашып кетсеңіз де болады. Үшіншісі, бұл сіз өзіңіздің жеке парақшаңызды жүргізіп отырып, яғни блогер болып, әрбір қызығушылықтарыңызды танытып отырып, аудиторияңызды жинағаннан кейін сізге жарнама беруі мүмкін. Яғни сол жарнама арқылы да ақша табу жолы бар. Қарап отырсаңыз, Инстаграмды бұл әлі күнге дейін ешқандай да тоқтамай, тек қана даму үстінде болғандықтан, оның мүмкіндіктерін әлі де тоқтамай айта берсе болады. Дегенмен, осы үш себептің өзінде де сіз өзіңіздің жеке парақшаңызды ретке келтіріп, фото түсіріп, пост жазып, сторис салып, бір сапалы контент жасасаңыз болады. Әрине, пассивтен активке ауысыңыз деген кезде бұл күнделікті мене тамақ іштім, қайда бардым деген секілді ешқандай адамға қажетсіз ақпараттан гөрі нағыз пайдалы бола алатындай, сіз білетін, бірақ басқа адамдар білмейтін ақпаратты бөлісе алатын болсаңыз, онда сіздің аудиторияңыз сізді сүйіп тыңдайтын болады. Енді бүгінгі видеода пайдалы ақпаратым осы, дегенмен де алдағы уақыттарда біз басқа да тақырыптарды міндетті түрде қозғайтын боламыз. Көріскенше сау болыңыз.